Молекулалық массаны есептеуді үйретемін. Ол үшін бізге әрбір элементтің атомдық массасын білу қажет. Атомдық массаны қайдан қараймыз, оны қазір сіздерге айтамын. Менделеевтің периодтық кестесінде міне қараймыз, әрбір элементтің астында атомдық массасы тұр. Мысалы, бордағы қарайық. 10,181. Біз оны жуықтап 11 деп аламыз. Көміртектің атомдық массасы 12-ге тең. Алюминийдікі жуықтаған кезде 27-ге тең. Кальций О, кальций С4, кальций нитраты, яғни осы формулалардың молекулалық массасын есептеп көрейік. МР дегеніміз молекулалық масса, яғни молекулалық массаны МР деп белгілейміз. Енді кальций О-ның молекулалық массасын есептейік. Кальцийдің атомдық массасы 40-қа тең. Оған қосамыз, оттектің атомдық массасы 16-ға тең. 40-қа 16-ны қосамыз, 56. Міне, кальций оксидінің молекулалық массасын есептедік. Енді кальций С4-тің молекулалық массасын есептейік. Кальцийдің атомдық массасы 40-қа тең. Оған қосамыз, күкірттің атомдық массасы 32. Және де оттектің атомдық массасы 16. 16-ны көбейтемін 4-ке индекске. Яғни 16 оттектің 4 атомы бар деген сөз бұл жерде. Бірінші көбейтуді орындап аламын. 64. Барлығын қосып шыққан кезде 136. Міне, кальций С4-тің молекулалық массасы 136-ға тең. Енді кальций NO3 2-ның молекулалық массасын есептеп көрейік. Кальцийдің атомдық массасы 40-қа тең. Қосамын. Жақшаны ашамын. Азоттың атомдық массасы 14-ке тең. Оған қосамын. Оттегінің атомдық массасы 16 және көбейтілген 3 болады. Мына жерде 3-ті көріп тұрмыз, индекс. Және де жақша жабылады. Жақшаның сыртында 2-ні көріп тұрмыз, көбейтеміз 2-ге. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 16-ны 3-ке көбейтеміз, оған қосамыз 14-ті, және де көбейтеміз 2-ге. 48. 48-ге 14-ті қосамыз 62, 62-ні 2-ге көбейтеміз 124, оған қосамыз 40-ті 164. Міне мен молекулалық массаны қалай есептеуді көрсеттім. Енді өздеріңіз мына заттардың молекулалық массасын есептеп көріңіздер.